Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тефтели жасаудағы өз рецептіммен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 500 грамм фарш қажет болады. Оған татымына қарай тұзымызды саламыз. Одан кейін мен роллтон специясын қосатын боламын. Сіздер жай ғана қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Негізі қара бұрыштың орнына осы специяды қоссаңыздар, тамақтарыңыз одан сайын дәмдірек болып шығады. Одан кейін 100 граммдай күріш қосатын боламын. Күрішімізді шала пісіріп алып қосамын. Толықтай пісірген кезде тефтелиіміз жұмсақ болып езіліп кетуі мүмкін. Ал пісірмей күрішті құрамына салсаңыздар, тефтелиді пісірген кезде ұзағырақ піседі және де ортасындағы күріштеріміз піспей де қалуы мүмкін. Сол үшін мен осылай шала пісіріп аламын, араластырып аламыз. Одан кейін бір жуамызды осылай кубиктап турап аламын. Сіздер қалауыңызша турасаңыздар да болады және подливасына қалаған көкөністеріңізді қосып жасасаңыздар да болады. Сұйық майға қыздырылып тұрған табамызға жуамызды, одан кейін сәбізімізді салып, барлығын осылай кубиктап турап салып жатырмын. Сіздер қалауыңызша қоссаңыздар болады. Жуамыз әбден қызарғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Одан кейін болып жатса тәтті бұрыштарыңызды салуларыңызға болады. Менде жаздан бері сақтап қойған тәтті бұрыштардың соңғысы болды. Кішкене ғана қалыпты, соны да қосып жібердім. Одан кейін 1-2 қасық томатымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Подливамыз сылдыр су болмай, тәпті және де қоюлау болуы үшін 1-2 ас қасық ұнды қосып, одан кейін араластырып, кішкене су құятын боламыз. Ыстық суымызды үстіне кішкене құйып, одан кейін татымына қарай тұзын салып, дәмін татып көріп, кішкене бұқтырып қоямыз, бетін жауып, газдың астын басып қоямыз. Оған дейін тефтелерімізді дайындап қоямыз. Осындай бізде қоюлау подлива болады. Енді қайнағаннан кейін үстіне тефтелерімізді салып шығамыз. Ал оған дейін достар, рецептерім көңіліңізден шығып жатса, лайк басып, және де каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа рецептермен бөлісетін боламын, жіберіп алмаңыздар. Тефтелеріміз салып болғаннан кейін суы аздау болса, үстіне кішкене суымызды құйып, одан кейін осылай бұлғап, және де мен сияқты қасықпен аударып қойсаңыздар болады. Содан кейін газдың астын басып, бұқтырып қоямыз. 20 минут, жарты сағат аралығында пісіп болады. Ал оған дейін гарниріңізді дайындасаңыздар болады. Менде бүгін жай ғана макарон. Тамағымыз дайын болды. Үстіне осылай укроп немесе пиязымызды сеуіп, тағы да кішкене бетін жауып алып қоюыңызға болады. Және де осылай араластырып жіберуіміз қажет, себебі қоюы астында тұнып қалатын болады. Мінекей біздің тефтелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Менің жолдасымның сүйікті тағамдарының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі тез жасалады. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Келесі рецептерде кездескенше.